орын сағат 15:00-да қоғамдық тыңдалым бойынша. Видеосъемка басталды ма? Иә, видеосъемкамен. Видеосъемка басталса, мынау қоғамдық тыңдауға қатысушылардың тіркеу жұмыстары аяқталды ма? Иә, аяқталды қазіргі таңда. Көрсетіп жіберіңіз тізімде қатысушылардың тіркелгені туралы. Zoom'да қосылды қазір. Ашық доступ. Қала тұрғындары бүгін ашық жиналыстар нысанында қоғамдық тыңдау өткіземіз. Қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Тұран Химстрой жауапкершілігі серіктестігінің Шымкент қаласы Тәуке хан даңғылы 338 мекен-жайында орналасқан РМ маркалы техникалық сұйық каустикалық сода өндіру цехы бойынша бірінші санаттағы объектіге әсер ету рұқсат алу. Қоғамдық тыңдауға төрағалық жасайтын мен есімім Оралбеков Тимур Құрбанұлы, Шымкент қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы экология бөлімінің бас маманы. Сондай-ақ қоғамдық тыңдауға экология департаментінің өкілдері қатысуда, одан басқа еңбекші ауданы әкім аппаратының өкілдері де қатысуда. Қоғамдық тыңдаудың ережесіне сәйкес хатшы сайлап алуымыз керек. Кімде қандай ұсыныс бар? Хатшы ретінде мен өзімді ұсынамын. Есімім Мұхарбай Зарипа, жобалаушы Тұмар Констракшн Груп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің эколог маманы. Қарсы қалыс бар ма? Келісесіздер ма? Регламент келісе алайық. Мына баяндамашыға 5-10 минутқа дейін сұрақ жауап алу үшін 1-2 минут. Онда қоғамдық тыңдау баяндама жасау үшін сөз береді. Сәлеметсіздер ме, құрметті тұрғындар. Бүгінгі біздің қоғамдық тыңдалымның тақырыбы Шымкент қаласы Тәуке хан даңғылы 338 участок мекен-жайында орналасқан ірі маркалы техникалық сұйық каустикалық сода өндіру цехы жобасы бойынша бірінші санаттағы объектіге әсер етуге рұқсат алу материалдары бойынша таныстыру жұмыстарын жүргізу. Сұйық каустикалық сода өндіру цехы Астрид холдинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен жалға алынған жалпы ауданы 2,5 гектар жер учаскесінде орналасқан. Жалпы өндірістік ғимараттың ауданы 2000 метр квадратты құрайды. Кадастрлық номер өздеріңіз жаңағы слайдта көріп тұрғандай, жер учаскесінің нысаналы мақсаты өндірістік базаны кеңейту үшін. Жоспарланып отырған қызмет алаңы қала шегінде орналасқан және де жан-жағынан өнеркәсіп алаңдарымен кездеседі. Ең жақын тұрғын үй 370 метрден астам қашықтықта орналасқан орманшы жилой массиві. Сонымен қатар біздің өндірістік орынның орналасқан жер учаскесінің координаттары картада белгіленіп көрсетілген орналасқан жермен ең жақын орналасқан үйдің қай жерде орналасқандығы. Жақын маңда жер үсті су объектілері жоқ, объект су қорғау аймағына кірмейді. Ең жақын орналасқан бізде су нысаны 3000 метрден астам қашықтықта орналасқан оңтүстікте Бадам өзені. Сонымен қатар кәсіпорынның аумағы бұл аумағы мен біздің өндірістік аумақ арасында тығыз өнеркәсіп орындары және де тұрғын үйлер орналасқан. Участка аумағында және оның маңында сауықтыру, рекреациялық және де тарихи мәдени мақсаттағы жерлер жоқ. Экологиялық кодекске сәйкес екінші қосымшасының бірінші бөлімінің 4-ші тармағы 4-2 тармақшасына сәйкес биорганикалық заттарды өнеркәсіптік өндіруге жатады. Соның ішінде сілтілер, аммоний гидроксиді, калий гидроксиді, натрий гидроксиді болып есептелініп, қызмет түрі бірінші санатқа жатады. Санитарлық жіктеу бойынша Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің міндетін атқарушының 22 жылғы 11 қаңтардағы бұйрығына сәйкес өндірістік объектілердің санитарлық қорғау аймағын белгілеу жөніндегі талаптарға сәйкес қауіптіліктің 3-ші класына жатады және де санитарлық қорғау аумағының мөлшері 300 метр болып белгіленген. Бізде ең жақын тұрғын үй алабы 370 метрден астам қашықтықта орналасқан, сол себепті талаптарға сәйкес келіп тұр. Жалпы өндірістік процесіне келетін болсақ, Тұран Химстрой соданы қолданудың заманауи әдістерінің бірі және де бірегей қасиеттері түрімен ерекшеленеді. Бұл жоғары сілтілігіне, санитарлық тазарту және де қышқылдарды бейтараптандыру қабілетіне байланысты көптеген салаларды қамтиды. Техникалық көтергіш натрий жалпы 2 маркада шығарылады. Ол біріншісі қатты мембраналық, екіншісі ерітінді мембраналық. Бізде бұл жерде ерітінді мембраналық техникасы қолданылады. Және де бұл Қазақстан Республикасының стандарты 27.05.2015 жылғы стандартына сәйкес ең тиімді сода өндіру тәсілі болып табылады. Енді өндірістік процеске келетін болсақ, бізде
РМ арқылы техникалық күйдіргіш натрий өндіруге арналған өндірістік қондырғы мембраналық электролиз әдісімен алудың толық техникалық тізбегін құрайды және де бірнеше желіден тұрады. Әр кезеңін айтып өтетін болсақ, бірінші бізде ас тұзын сақтау қоймасы, ол жерде бізде натрий хлоридінің қабылдау, сақтау және де өндіріске беру процестерін қамтиды. Екіншісі бізде ас тұзын еріту торабы, ол жерде қантыққан натрий хлор ерітіндісін дайындайды. Сосын бізде үшінші тұздықты сүзу торабы, ол жерде механикалық және ерімейтін қоспаларды жою процесі жүреді. Келесі бізде тұздықты химиялық және ион алмасу арқылы тазарту жорабы, ол жерде бізде темірсіздендіру, кальций, магний және де басқа да иондарды оның құрамынан жою процесі жүреді. Келесі бізде электролиз цехы, ол жерде электролиздеу арқылы натрий OH ерітіндісін хлор және сутегін алу процесі жүреді. Келесі бізде олардың құрамында қалдықты жояды, одан кейін оның құрамында каустикалық соданың концентрациясын арттырып, дайын өнімдерді қоймаға сақтауға береді. Бізде натрий ерітіндісін сақтауға арналған арнайы резервуарлар бар. Оның жалпы сыйымдылығы 37 метр кубты құрайды. Сосын дайын болған бізде сұйық каустикалық содамызды тұтынушыларға цистерналармен және де басқа астықтарға құю арқылы желдету процесі жүреді. Бұл жерде әдістің негізгі сипаттамаларына келетін болсақ, ол жерде бізде аноидтық және катоидтық кеңістіктегі катион алмасу мембраналарымен бөлетін мембраналық электролиздер қолданылады. Аноид камерасында хлор бөлінеді, катод камерасында натрий гидроксидінің ерітіндісі түзіліп, сутегі бөлінеді және де сілті ерітіндісі дайын өнім ретінде шығарылады. Процесс жалпы келесі кезеңдерді қамтиды. Жаңағы атап өткен натрий хлор ерітіндісін дайындау, яғни оның құрамындағы жаңағы темір, кальций, магний иондарына тазарту, содан кейін тазартылған тұздықты электролиздерге 55-65 градус температурада және де натрий хлор концентрациясын 305-310 грамм литр кезеңінде беру. Келесі бізде 15 килоамперге дейін ток күшімен электролиз жүргізу. Одан кейін бізде құрамында 46-48% дейін натрий OH ерітіндісі бар каустикалық сода ерітіндісін жинау және тасымалдау, және де оны толық технологиялық циклге қалыптастыру, қайтару процестері жүреді. Енді оның шығарындыларына келетін болсақ, пайдалану кезегінде кәсіпорынның негізгі көзі болып бізде 4 көз анықталынды. Ол жерде бір ұйымдастырылған, 3 ұйымдастырылмаған көз анықталды. Ұйымдастырылған көз бізде жаңа сыйымдылығы 37 метр куб болатын арнайы резервуарлар. Ал ұйымдастырылмаған көздер каустикалық натрий қоймасы, натрий гидроксидін теуіп түсіру және де насостық станция. Бұл шығарындылар негізінде пайдалану кезеңінде жылына 0,2568 тоннаға дейін атмосфераға шығарындылар шығады деп күтілуде. Келесі бізде кәсіпорынның пайдалану кезеңіндегі су тұтыну және су бұру балансы. Бұл жерде цехта арнайы су көзі болмағандықтан пайдалану кезеңінде су жабдықтау алып келінетін су арқылы қамтамасыз етіледі. Яғни жұмысшылардың ішуіне қажетті сулар бөтелденген су есебінен өтеледі. Ал цехтың техникалық процестеріне қажетті сулар арнайы ұңғымадан алынып, жылдық шығыны 16110 метр кубты құрайды. Ал тұрмыстық су көлемін есептейтін болса, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бір тәулікке адамға 25 литр норма деп бекітілген. Соның негізінде бізде объектіде 12 адам жұмыс жасайды десек, есеп бойынша 99,9 метр куб жылына және де күндік тұтынуға шаққанда 0,3 метр кубты құрайды. Және де кәсіпорында қалалық суларды су объектілеріне ағызу көзделмеген. Келесі бізде қалдықтар. Кәсіпорынның жұмысы барысында бізде 7 қалдық түрі түзіледі. Оның 5-еуі қауіпті, 2-еуі қауіпті емес қалдық. Бірінші бізде тұтыну немесе аралас коммуналдық қалдықтар 3,45 тонна жылы. Содан кейін аккумулятор және де басқа да батареялар 0,5
155 тонна, қолданылған шиналар 0,891 тонна, мотор және де басқа трансмиссия майлары 0,291 тонна, арнайы комбинациялық орау материалдар 2,4 тонна, қауіпті сұйық қалдықтар 3383,1 тонна, және де арнайы спецодежда дейміз ғой, сол 0,12 тонна жылдық құрайды, және де жоба нысаналы болғандықтан қалдықтардың пайда болу көлемдері есептеу әдісімен анықталды. Қалдықтардың түзілетін жалпы көлемі жылына 3390-да 6832 тоннаны құрайды. Қазіргі таңда бізде бұл рұқсат қағазға өткізіліп жатқан қоғамдық болғандықтан бұл қазіргі таңда экология департаментінде қарауда жатыр. Қазіргі таңда доработкаға келген бізге сол материалдарын қарап түзулеп жатырмыз. Және де кәсіпорынды пайдалану бізде 26 жыл мен 30 жылдар аралығында рұқсат қағаз алыну жоспарланып отыр. Сонымен қатар бұл жерде көгалдандыру туралы айтып өтсек, бұл жаңағы қауіптіліктің 3-ші класына кіреді деп айттық. Демек, бұл заңнама бойынша 50% аумақты көгалдандыру керек болады. Бұл бізде жан-жағымызда тығыз өндірістік өнеркәсіптер орналастырылғандықтан ең жақын тұрғын үй алабына және де жол бойын көгалдандыру көзделуде. Еңбекші ауданның әкімімен келісу арқылы. Сосын жылына шамамен 200 түп ағаш егу көзделуде. Осымен біздің баяндамамыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса? Баяндамаға байланысты кімде қандай сұрақтар, ұсыныстар, пікірлер осы экологиялық жобаға байланысты? Сонымен қатар жаңа біз айттық қой, рұқсат қағазға тасталынған деп, рұқсат қағазының ішінде біз арнайы болған экологиялық бақылау, жаңағы қалдықтарды басқару бойынша проектілер жасалынып жіберілді. Сол бойынша рұқсат қағазын алғаннан кейін әр квартал сайын бұларда жаңағыдай шығарындылар, солар бойынша есептіліктер ұсынылып отырады. Есеп экология департаменті. Департаменті. Жаңағы заң талаптарына сәйкес өз рұқсат қағаз алу барысында тиісті экологиялық құжаттар, яғни шығарындылар нормативтерінен бөлек қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар жоспары ол жоспарларда ұсынылған. Қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша жыл сайын есептілік өткізіліп отырады. Жоғарыда аталған қалдықтардың қауіптілігіне, сынымына, қауіптілігіне байланысты, түзілу нормаларына байланысты жыл сайын қалдықтарды түгендеу жөніндегі есеп ұсынылады. Ал өндіріс экологиялық бақылау бағдарламасы заң талаптарына сәйкес 90 сайын, яғни квартал сайын отчеттары, есептіліктері департамент экология Шымкент қаласы бойынша департамент экологияға тапсырылып, сол бойынша атмосфералық ауаға әсері бойынша тиісті налогтарын төлеп отыратын болады. Өндіріс процесс барысында шыққан қалдықтарды қайда апарасыздар? Жалпы келісімшарт жасасқан. Бұл жерде ең негізгі қалдықтың бірі, ертең қарап шықсаңыздар да болады, сұйық қалдық болып тұр қазіргі таңда. Бұл қалдықты қайта өңдеу жұмыстары бойынша бізде Шымкент қаласында мекеме тапшы. Бұл бізге жаңағы түзетулер енгізуге де осы ескерту болып келді бізге. Бұны қайта қарап жатырмыз, іздестіріп жатырмыз, қандай мекеме бар бұнымен айналысатын. Соны табу керек, болмаса осы СТРК мен бұл жұмыс жасайды, бұл мекеме Транхимстрой. Жалпы СТРК бойынша бұл қалдық бұлдай көлемде түзілмеу керек. Бұл кісілер осы жұмыс барысын әлде де дамыту, яғни СТРК-ға толықтай сәйкес ете отырып, бұл қалдықтың шығармауын көзделіп отыр. Жалпы жұмыс сол. Жаңа бағыт бағдары осы. Зумда қатысып отқандар бар ма? Так, Зумда қазіргі таңда жоқ. Қатысушылар тек мен ғана болып тұрмын. Қалғандар Зумда ешкім жоқ. Көрсеттім, видеоға да полный Зум қосылып тұр, басынан аяқ. Зумда Бізде қандай сұрақ бар? Департамент, акимат. Қатысушылар сұрақ бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, ұсыныстарыңыз болса
Бұл жерде енді департамент өкілдерінен бізге жоба бойынша толықтай қаралып бөлім тарапынан ескерту келген. Біз сонымен жұмыс жасаудамыз. Ал акимат тарапынан алдын бізде осыдан алдын бұл рұқсат қағазы болса, оның алдында бізде тыңдалым өткізілді есепке. Жаңағыда әсер ету есебі бойынша отчет алысқа. Сол кезде акимат тарапы да ескерту айтқан бізге, жаңағыда көгалдандыру жұмыстарын толықтай қолға алу, айтылған жерде айтылған нәрсе қалып кетпесе екен деген ескерту айтылған. Бұл тиісті мекеме өкілдеріне де жолданды, бұл оны ескереді деген үміттеміз. Жалпы сол тыңдалым. Аяқтаймыз ба? Егер ешқандай зумда қазір таңда ешкім жоқ, егер осы жерде отқан кісілерден, қатысушылардан сұрақ немесе ұсыныс қандай да бір алып қосарлары болмаса, онда біз аяқтай берсек. Онда бүгінгі қоғам тыңдаудың қорытындысы бойынша хаттама рәсімделеді. Одан басқа съемка жүргізіліп жатыр, видеосъемканы әлеуметтік желінің YouTube каналынан қайтып көрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға рахмет, қоғам тыңдау аяқталды. Жақсы, рахмет.